Астана жаралған қиялда ай көріп келбедің жарқырап тұралда арайлы Астана өзіңсің басқала елімнің жүрегі шайнай бер Астана Қала күні құтты болсын ағаларға, қала күні құтты болсын аналарға. Олай болса, ортаға кішкентай бүлдіршіндерімізді Астанаға арналған өлең шумақтарымен Сезім, Мариям, Аруна, Адия қыздарымызды ду-қол шапалақпен шақырамыз. Қалар сапа болып, мен өтем боғадада. Басқа жоқ. Астанамна қарашы, елімнің жас қаласы, неткен ола неткен кен қазағымнан даласы. Ардақталды Астанам, мәртебелі басқалан, көркеге бер күн сайын, алға қарай басқада. Айым жегі дара бір асем санды қала бұл. Есілер батырана бүкіл әлем көріп тұр. Әнжу тастан нұры бір салған ғажап көрік бұл. Саутан атын салытын жана Астанамыз жайнап тұр. Астана саябағы, осы біздің балаларымыздың атап отырған саябақ, сауықтыру саябағы деп отырмыз. Осы жерде сауықтыру шаралары өткізіліп, балалар таза ауа, шипа болып, осы жерде денсаулықтарын нығайтып, көркейе берсін деген мақсатта жасап отырмыз. Өзіңсің басқала, елімнің жүрегі жайнай бер Астана. Арайлы Астана, өзіңсің басқала, елімнің жүрегі жайнай бер Астана. Елімнің жүрегі жайнай бер. 25 жаста Астананың құрбасы. Атым Арайлым, 25 жастамын. Қазіргі таңда Астана қаласында Шолпы клуб атты қазақ тілді кітап клубымыз бар. Бұл енді қазақи орта құру, бір қазақ тілінің мәртебесін көтеру, дәстүрлерімізді насихаттау, ұрпақ тәрбиесі ретінде құрылған болатын. Соның аясында қазіргі таңда Шолпы стор атты онлайн дүкеніміз бар. Кішкентай өсіп жатқан қыздарымызға, бүлдіршіндерге арналған түрлі бұйымдар сатамыз. Сонымен қатар енді жас қыз келіншектерге арналған бұйымдарымыз бар. Астана, өзіңсің басқала, елімнің жүрегі
Астана, елімнің жүрегі жайнай бер Астана. Міне мына менің. Баласа Төлеуғали қызы бүгін Кәусар нөмір 84 балабақшасының арайлы Астана саябағын ашу, ресми түрде ашуына қонақ ретінде шақырып отыр. Рас айтсам, бұл кісіні мен 46 балабақшадан білем, ол жерде осыдан бірнеше жыл бұрын саябақ ашып, соның жемісін көруде. Міне бүгін сол жағалауда орналасқан балабақшаның үлкен жер учаскесін жай қалдырмай, қаншама жасыл отырғызып, соның балаларға деген кішкентайдан бастап осы табиғатты қадірлеу, құрметтеу керек деп отырғызып, суарып, соның бәрін үйретіп, өскелең ұрпағымызға тәрбие берудің бір жолы осы деп түсінемін. Менің әнімнің тақырыбын алып отырғанда мен де қуанып отырмын. Өйткені бір күні шынында да осы талдар қалай өссе, еккен шыршалар, қарағайлар қалай өссе, ертең осында тәрбиеленіп өскен ұрпақ сондай үлкен ер жетіп, ұлт үшін, ел үшін қызмет ететініне мен сенемін. Кәусар детсадына немерелерім келеді. Балабақша ұжымы өте жақсы, ұйымшыл. Бүгін күн Астананың мерейтойына жақсы іс-шара жасалды. Балабақшаның ауласына жақсы саябақтар ашып жатыр. Балалардың кейінгі демалысына, тыныс алуына осындай шаралар қолданып жатыр.